Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптар арнасы. Әлемнің жаңа 7 кереметін бүгін сіздерге таныстыратын боламын. Әлемнің көне 7 кереметіне Мысыр пирамидасы ғана сақталған. 2007 жылы қолдан жасалған ескерткіш болып табылатын әлемнің жаңа 7 кереметін анықталды. Біріншісі, Ұлы Қытай қорғаны. Әлемнің ең ұзын қорғаны Қытайда орналасқан. Ұлы Қытай қорғанының ұзындығы 8850 метр. Пекин қаласынан 75 км қашықтықта. Қорғанға Қытай астанасынан темір жол және автобус арқылы қатынауға болады. Екінші орында Колизей. Біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда салынған Рим қаласындағы Колизей әлемдегі ең үлкен амфитеатр болып саналады. 50 мыңнан астам көрерменге жоспарланған Колизейде бірнеше ғасыр бойы гладиаторлық айқастар мен Рим тұрғындарына арналған мерекелік іс-шаралар қойылған. Үшінші, Мачу-Пикчу. Көне әлемдегі 7 керемет Еуропа мен Азия құрлықтарында орналасты. Жаңа кереметтердің географиясы кеңейіп, тізімге Америкада қосылды. Оңтүстік Америкадағы Асқар-тау баурайында Мачу-Пикчу қаласы орналасқан. Теңіз деңгейінен 2,5 км шақырымда. 4-ші орында Петра. Петра биік тас үйінді жартасында орналасқан Иордания қаласы. Әр кезеңде қала әртүрлі шапқыншыларға тиесілі болды. Біздің заманымызға дейінгі Идумин, Набати, Бертін келі орта ғасырда Рим, Византия араб шапқыншылары жаулап алды. 5-ші орында Тадж-Махал. Әлемнің дәстүрлі 7 кереметінің қатарында Каллигарнастағы кесене бар. Жаңа кереметтердің қатарында да кесене бар. Ол Үндістанның Агра қаласында орналасқан Тадж-Махал. Бұл кесенені 17-ші ғасырдың ортасында Шах-Джахан сүйікті жары Мумтаз Махалдың құрметіне салған. 6-ші орында Христос мүсіні. Рио-де-Жанейро қаласында бой көтерген Христос мүсіні темір бетон мен сабынды тастан жасалған. Қолдарын екі жаққа қарай жайған. Христос биіктігі 38 метрге дейін жетеді. Құрылысы 1922 жылы басталып 9 жылға созылған. 7-ші орында Чичен-Итса. Мексикада орналасқан Юкатан түбегінде Чичен-Итса аталатын көне қала бар. Майя өркениетінің дамуы барысында бұл жер мәдени және саяси рөл атқарды. Биіктігі 30 метрге жететін 9 сатылы Кулкуан пирамидасы Чичен-Итса қаласының басты нышаны болып табылады. Достар, сіздермен болған әлем ғажайыптар арнасы. Егер де видео ұнаса лайк басыңыз және арнаға жазылыңыз және қоңыраушаны, яғни колокольчик кнопкасын басуларыңызды өтінемін. Ал ендеше сау болыңыздар достар. Келесі кездескенше.